міне мен клин жабыстырып алдым, артына флизелин жабыстырып алдым. Енді зигзагпен тігетін болам. Зигзаг менде настройкасы осылай тұрады. 2,5-да 2,5-дан сәл асады, және мына бірге жетпейді. Мына жерде тұрады. Мына жерде тұрады. Енді сіздер өздеріңіз по ходу тігіп, машинканың жаңағы настройкасына тігіп отырып көрсеңіздер болады. Тіге отырып. Қазір енді бастап зигзагтар тігетін болам. Размердің бәрін айттым ғой, мына ақтың размері 33, мына оюдың өзінің размері 27 см. Инені бірінші түсіріп алам шетіне. Зигзаг тіккен кезінде бүйтіп тігесіздер. Осыны жақындатайын. Бір ине былай-былай қозғалып отырып тігеді ғой, былай-былай. Сол енді иненің бір кіргенде мына оюдың тап үстіне түсу керек. Бір кіргенде мына оюдың сыртына, прямо мына шетіне түсу керек. Былай жүру керек. Ішінде сыртында жүреді. Сыртына қарай, былай қарай асып кетсе, ол тігіс бізде көрініп қалады, базарский тігіс болып кетеді. Прямо мына түбіне түсу керек. Сол жерін жақсылап бір үйреніп алсаңыздар, зигзагты ары қарай спокойно тіге беретін боласыздар. Ал бисмилlah бастаймыз. Қарасаңыздар, болады. Тігілу жолы, оюдың көрсетілу жолы осылай до конца тігіп шығасыздар. Барлығын көрсетпей қояйын, уже келесі этапқа өтейік.